Ырымға қырын қарауға болмайды. Болған оқиғасымен. Автор Жеткір Жүсіп. Қазақта бір сөз бар. Қазақ ырым етеді, ырымы қырын кетеді деген. Мүмкін қырын кетуі, бірақ өмірде көбіне ол қырын кетпей, пендеге дөп тиіп, тағдырын талқан етіп жатса ше. Ілгеріде аралға жұмыс бабымен барғанбыз. Жанармайдың қат кезі. Қасқалдақтап қанындай. Мекеменің сол жақтағы бір көлігін жүргізуші жалдап алып қайтадан болдық. Оған енді жанармай жоқ. Өзі де бір нән көлік, жанармайдың жауы. Қойшы, сонан соң айттырып жүріп сол аудандағы май зауытының бастығына хабарласыпты біздің дөкелер. Үйіне бардық, ой-хой, жарықтық. Шарбақтан кіргенге көкпекпен төсеніш екен. Аяқпен басуға аяйсың. Бәрі бірінен соң бір әдемі. Қипақтап қасымдағы журналшы аға екеуміз зәулім үйге беттедік. Есік алдында кимона шықты. Амандасып жөн жосық шаруамызды айттық. Ол кісі болса, бала жұмыста, ішке кіріңіздер, мен звондайын оның жұмысына деді. Ішке кірдік, мұнтаздай. Заман талабына сай бөлмелер, сыңғырлап тұр бәрі. Келін-ау дедік, бізбен амандасты да. Төрге шығыңыздар, атам бар іште деді. Біз төрге оздық. Диванда ақсақалдың кісі отыр екен. Барып, жапырласа амандастық. Мән жайды айттық. О кісі де, иә, журналшы балдар екенсіңдер ғой деп, қазақ емес пе, ата текті сұрасты. Қасымдағы журналшы ағамның туыстарын танитын болып шықты. Сұраса келіп, қарын бөле болды. Екеуі өткен-кеткендерді айтып бір шама уақыт отырды. Сосын келін асқа шақырды. Кемпір оған дейін бастық баласымен сөйлесіп, бізді айтқан екен. Кешкісін үйге соқсын депті. Сонымен асқа отырдық. Саған өтірік, маған шыл қойылған қасық шанышқыдан бастап ыдыстың бәрі алтын жалатылған. Бір жай ыдыс жоқ. Күндегі әдетіме әлде қонаққа көрсету үшін бе білмедім. Ауқаттың неше түрі, не ішем, не жейм демейсің. Облыстан шалғай жатқан ауданға мұндай тағамдарды алдыңнан кім самсатып қояр дейсің ғой. Кәдімгі. Ішіп жеп жатырмыз. Ақсақал әңгімесін соғып отыр. Қасымдағы ағама көп жылдар бойы ауданның бас есепшісі болыпты. Май зауытының бастығы жалғыз ұлы екен. Қалғаны қыздар-ау шамасы. Менің бір байқағаным, кемпірінің көзінде қалың бір мұң бардай. Осыншама баққа қайғылы емес сияқты болды. Уфли берді, ауық-ауық күрсіне берді. Біз кешке келетін болып келістік. Дастархан ақысынан соң мен шылым тартуға сыртқа шығып, шатыр астындағы жұмсақ жайдақ диванға отырдым. Ақсақалмен ағам бірінен бірі қимай әңгімелерден босар емес. Үйдің алдында бір шағын времянка бар екен. Соның есігі кенет айқара ашылды. Ішінен тырыз жалаңаш анадан туғандай бір мүсін көрінді көзіме. Шошып кеттім. Перінің қызы ма? Әлде өзіме? Шаш деген беліне түскен. Маған қарап ақсия күледі. Өң бойымда бір мін жоқ хас сұлудың өзі. Есімнен тандым. Білмеймін, дір-дір етемін оған қарап. Келе жатыр өрлеп басқышпен. Ойбу деп кемпір шыға жүгірді оған қарай. Барды да ілулі тұрған кір жайғыштағы бір ақтықты оның үстіне жаба салды. Сөйтті де оны времянкаға қайта кіргізді. Ол шыңғыра жылады да бір кезде, бір шама уақыттан соң тынышталды деймін. Үні өшті. Кемпір шықты. Жаныма кеп ауыр күрсінді де, ой, айтары жоқ балам, айтары жоқ. Қор болды қызым. Алматыда жоғары оқуды қызыл дипломмен бітіріп, тұрмыс құрды. Бір талғардық жігітке. Төсегін бір ауруды жеңгесіне салдырыпты. Құдай атқырлар, сол төсектен осындай дертке шалдықты. Ана жеңгесі құлан таза айығып кетті. Жындыханадан шықпайтын дертінен. Алтынға малынған басты ұлдың анасы ұзақ жылдар бойы бас есепші болып дүние жиған шалдың кемпірі тарамыс қолымен түнгі төсекті салдыртқан жас жан қазір қолына түссе өңешін суырып алардай қалш-қалш етті. Ана емес пе? Жүрегін жарып шыққан алтынға бергісіз қызы өмір бақи соры болса қайтпек. Тек соның ғана жанына бататын қайғы ғой бұл. Тек оны ғана ананы ұғады екен. Ертең мен бұлай болып кетсем, оның күні не болмақ? Қызылордадағы жындыханаға өткізіп жібереді ғой мыналар деп ауыр күрсінді. Мен не дерімді білмей, төселген аяқ астындағы түкті төсенішке қарай бердім, қысылып. Қазақтың ырымы қырын кетпей, мына сорлы ананың қайғысына ана бейбақ қыздың сорына айналыпты-ау.
Есіме әжем Өтештің ертеректегі тағы бір әңгімесі түсті. Рақила Маханның жалғыз қызы еді. Жанып тұрған сұлу болды. Рақила қазалының іргесіндегі Қожабай деген разеннің алып қашыпты біреуі. Төсегін қояншық ауруы бар жеңгесіне салдыртыпты. Ант ұрғандар. 2-3 күннен соң аузынан ақ көбік ағып талып қалатынына шығарды. Әкеп таста деге оны. Өмір ауруды не екенін білмей 12-де бір гүл ашылмаған айдай сұлу Рақила осылай өле-өлгенше талма ауруына душар болды. Анасы Қанбей, әкесі Мақан соның күйігіне үйтілумен өмірден өтті. Сондай кісілер қалай жер басып жүр екен дейсің кейде. Күйінгеннен ерніңді тістелейсің. Адамның адамға деген қиянаты да шексіз екен ғой, бәтшағарлар. Сондықтан қазақ халқы ырымға берік қараған. Ауылымызда болып жатқан жағдайларды ескеретін болсақ, ырымнан аттап өтпейік халқым.